Бәріне сәлем, Қазақстанға қош келдіңдер. Так, мен мамам тойға дайындалып жүр. Білмеймін, не үшін дайындалып жүр. Хотя қыз жоқ. Атаулы да. Сөйтіп, тойға дайындалып жүр. И той жасағысы келеді, сондай күшті нәрселер. Енді менде мысль бар. Бұлай бөлінетіндер бар. Той жасағысы келетіндер. И екіншісі, жоқ, той деген шығын ғой, кредит алды немене деп квартираға или там Балайна, Мальдиваға бір жаққа ұшып кететіндер бар. Ондайлар бар, Енді так, той жасайым дейтіндер, шапалақ ұрыңдар. Қатты тұрдың ғой, брат, тамадасың ба? Заказ болса деп сондай болып тұрсың да. Ал енді жоқ, лучше квартираға болашақ өмірімізге бір кішігірім кіріп қой деп солай ойлайтын, немесе Мальдиваға баратындар. Қателесесіңдер, бәрің той жасайсыңдар. Сендердің ойларың кімге керек? Ладно, әркімнің ойы өзінде қала берсін. Енді қараңдар. Той жасаймын деген бағана шапалақ ұрғандардан бір аргумент болса той туралы. Брат, сенен сұрайық. Өміріңде бірінші рет үйленіп жатқан соң той жасап есте қалу керек дейсің ғой. Есімің кім? Руслан, тамаша айттың. Русландікі дұрыс емес. Қазір бетін бір тырнап алам. Неменеге дейтін аргумент бар ма? Екінші жақтан. Неменеге? Өйт тығылып емес ондай. Руслан ұрмайды. Ондай жоқ. Қазақстанда әйелдер болмайды. Так, жоқ, той жасап керек емес шығын дейтін бағана шапалақтан. Русланнан қорқып қалдыңдар ма? Кім айтады? Аргумент. Так. Бір сөзбен емес, дұрыстап айта бер. Қалай ойлайсың? Шығын ғой той деген. Ел көрген, жер көрген дұрыс. Так, на жақтан уже көбейтіп атсыңдар. Жалғыз емессің. Сен жігітің бар ма? Кім? А чё так? Где свадьба, брат? Сен той жасаған келе ма? Той жасаған келе ма? Өзің жасаған бөлек, Сен бар, мен өзім жалғыз өзім тұрам. Сен Мальдивыңа бара бер. Ел көр, жер көр, мен өзім тойда болам. Так, уже көріңдер ме? Семейный конфликт бар. Молодцы. Ал кімге бәрі бір? Типа, той жасама бәрі бір. Молодцы, өз мнениялары жоқтар, Күйеуім не де сол болады. Бәрі бір. Все. Менде де көп ойлар бар. Мен той жасағым келмейді. Как минимум бөлек жасағым келеді. Жастар бөлек, үлкендер бөлек. 40 минут әженің тосын күтіп тұрған, шаршаған адамсыңдар ғой сендер, Жастар бөлек өтсекші. Ана жерде адамдар жастар бөлек. Мен не үшін жастар бөлек? Мен одан емес. Ол үлкендердің тосын мен тыңдай алам. Бірақ үлкендерде екі той болады менде. Менде басқа бір причина. Мен ертең тойым болады. 300-400 адам келеді, ойландаршы. Бүкіл туыстарым шақырам, бүкіл достарым бәрін шақырам. Достардың арасында менің жұлдыз достарым да келеді. Тұрар, Әміре, Мирас, Қадырбаев, Қазбек Құрайыш деген сияқты. Ал мен туыстарымды білем. Олар менің достарым бәрі бір столда отырма? Болды, сол столда өтеді той. Әміре келді, фотоға түсейік та. Әміре. Нерса той өтіп жатыр еді. Қоя бер, тойға түсейік, фотоға түсейік. Күнде келе бермейді. Тілектердің барлығы сол жаққа кетіп қалады сияқты. Аңсаған, молодец, осындай достарың бар екен. Достарың керемет әндері шыға берсін айналайын. Бүкіл внимание сол жаққа кетіп қалатын сияқты да. И ол жерден менің достарым да, туыстарым да бәріне ыңғайсыз болатын сияқты. Сол үшін мен бөлек істеймін деп есептедім. Типа үлкендер бөлек, Әміре жоқ па не? Дейтін бір той. Кәдімгідей нағашыларым, өз жұртым, қайын жұртым бәрі бір тойда болады ғой, бүкіл күшті той. И екінші той жастарский той Алматыда. Күшті ғой, Алматыда бәрі жастар, бір шал жоқ. Галадан басқа. Күшті бәріміз жақсы, күшті той өтеді ғой. Вот осындай тойды хочу. Бірақ мен тойдан қорқып қалдым.
жеканың тойынан кейін. Мен қазір тойға баруға қорқам. Өйткені қара, мысалы үшін тойда бүйтіп жүрсін, той болып жатыр, тілек айтып жатыр, билеп жатсың, сосын уборныйға барасың да, қолын жуып, бүйтіп ресторанға бүйтіп келе жатқан кезде біреу микрофонмен атып шығады да, тойға қанша бердің? Не істедің? Біреулер 500 деп айтып жатыр, миллион деп айтып жатыр, 30 мың деп айтуға ұяласың да. А мен ба? деп тұра берем мен. Ертең бүкіл Инстаграм, ТикТок, аңсаған ақша жоқ пене? Осындай күлкілер болады. Өкпең шығып кетеді жаздады ғой. Сөйтіп қорқам. Ладно, ол сұрақтан өтіп кеттіңдерші, өтіп кеттіңдерші. 200 мың деп өтір көре саласың да, көресі. Сөйтіп өтіп кеттің, сөйтіп келіп жатқан кезде біреу жатты. Лугың қанша тұрады үстінде костюмдерің? Не істейсің мен костюмым? Мамам ба? Мамам да сұрамайды оны. Ұятта костюмдерімді айтайын десең. Ескі костюм, менің мектептен қалып қалған костюмым бар. Әлі өспеген. Сөйтіп костюмдерімді айтайын десем, ана жерде 40 мың, 50 мың деп айтып тұрсаң, ұят қой. Жұрт не дейді, ел не дейді дейтін мышление бар ғой бізде. Мен бүйтемді, Нома Массимо Дутидан ойла енді сандарды. 450 мың қалдым. Деп өз-өзіңе қойшы, 450 мың ба. Сосын туфлиді тоже сол жерден басқа бутик білмеймін мен костюм сататын. Мынаны 200 мың қалдым. 650 болды ғой, иә? Көйлекті 50 мың қалдым. Деп күштілеп тұрып луққа түсесің да біреудің инстасына, тиктогына кетті. Тойда жүрсін билеп. А ондай контент түсіретіндер біреу ғана емес. Тағы біреу көріп сұрайды. Қанша қалды костюміңді? Қанша қалдым? Жаңа ғана алдым мен өзім. Массимо Дузиға барып келдім ғой жаңа. Ал тұр, кімнің қанды сұрайсашы содан сатып алыңдаршы бар деп. Қорқам сондай опростардан біреу келеді де. Не істерін білмей. Лучше той ғой, билемейміз ба, айтпаймыз, деп жүрмейміз ба деп ойлаймын. И сол үшін менде қазір фобия пайда болды. Потому что любой жерде сұрақ қалуы мүмкін. Қазір көшеде жүруге қорқасың. Көшеде бүйтіп келе жатқан кезде, досымен әңгіме айтып келе жатқан кезде біреу келеді да, қазақ хандығы қашан құрылды? Мороженое жеп тұрсың да сен. Керей ме, Жәнібек па? Қасындағы тұр. Қойшы, Назарбаев қой. Тупой біреу табылады аның қасында. Қазақ хандығы қашан құрылды? Біліп тұрған нәрсені ұмытып қаласың ғой. Ең ұзақ билеген хан. Джеки Чан. Сондай аттар, сондай нәрселер айтады сияқты. Өйткені, когда внезапно келген кезде бүкіл нәрсені ұмытып қаласың ғой. Тупой болып қаласың. Деп айтайын деп жатқан кезде келесі адамға ауыстырып жібереді. Кім тупой? Аңсаған тупой. Жазайық. Аңсаған тупой еще сахнада жүр өзі. Осындай тупой адамдар неменеге шыға береді. Мен болсам ғой ана жерде. Кейін өзі болған кезде қазір басқа уровеньге кетті. Ол соцопростардың уровень жоғарылап жатыр күннен күнге. Қазір уже бүйтіп келе жатқанда. Кәлиманы айтыңыз. Мұсылман екеніңді ұмытып қаласың ғой. Имансыз болып кетесің ана жерде. Что говоришь? Камила? Не айтып жатсыңдар? Ұмытып қаласың, не ойлап жүргенін білмей қаласың. Сосын комментарий жазады, аңсаған имансыз. Кәлиманы білмей ма? Бір сүре жаттап алса болады ғой. Сосын ақымақ тупой болып жүресің. Ол контент всегда өтеді. Не үшін деймін ба? Өйткені адамдарға өзінен тупой біреуді көрген приятно. Өйткені сен телефон на жағында отырасың да? Тупой. Жауабын білем ғой мен. Жауап астында жазылып тұр, потому что. Саған келсе білмейтінен. Всегда интересно адамдарға. И мен қазір адамды қолында бірдеңе ұстап жүрген адамдардан қорқам сразу бүйтіп. Опрос алып қойып екен біреу. Мына жақтан түседі ол бір күні. Сондай бір күнге жететін сияқтымыз. Мен қазір сол опростарға дайындалып жүрмін.
Қазір кәдімгідей сабақ оқып кеттік қой қазір. Тарихты 6-шы сыныптан бері оқып жатырмын қазір. Сақтар, ғұндарға кетіп қалдым. Сөйтіп вдруг бір күні сұрақ қалады деп. Бәрін жаттап алып жүрмін. Сұраса жауап беремін деп. Давайте қазір кішігірім интерактив бізден. Сендер сол соцопрос алатын адамдар деп ойлайық, сендер де. Мен көшеде келе жатырмын. Қазір сендер сұрақ қоясыңдар. Мен тупой болам ба, дайынмын ба, дайын емеспін ба, соған тексереміз, ә? Да, любой бір сұрақ қойыңдар, давайте. Кім сұрақ қоя алады? Вот міне. Руыңыз қалай? Қалай жауап берсең де дұрыс қой ол. Любой руды айта салсам да. Сен анау соцопрос алатын адамдарға соқтысың жатыр. Жазамыз бәріміз. Тупой, немене руын сұрайды десең. Так. Ру кіші жүз Әлімұлы Қаратамырмын. Көрдім, болды, ғой. Бұған деп ешкім айтпайды ғой ондайға. Так, андай сұрақтар қояйық, который андай бәрі білу керек дейтін сұрақтар. Так. Ой, осындай адамдар табылады ғой. Орыс мектепте оқыған сияқты. Менделеев кестесінде нешінші тұрған? Не істеймін оны мен? Не істеймін мен бірінші тұрған нәрсені? 23-ті білем, натрий десін. Так, бірінші тұрған оттегі, сутегі ма? 5 алдың ба? Сутегі деген жерін ғана қиып аласың да, салып жібересің, е? Так, сутегі. Оттегі нешінші тұр? 8 тұр. Дұрыс па? Сен өзі де білмейді. Біріншісін ғана жаттап алған ғой. Біріншісін қоянда тупой қыламын. Ужас. Так, келесі сұрақ. Мама жерді сені? Мама осындай агенттері бар, андай қашан енесін деген адамдарды жібереді. Так, Руслан, тамада. Қазақтың соңғы ханы. Кенесары. Дұрыс па? 5 алдың ба? О, болды. Пока что бірінші орында келе жатырмын. Пока что аңсаған өте ақылды екен ғой негізі деген комментарийлар жазып жатыр. Так, на жақта, үлкен жақ. Сендер қазір подставной адамдарды қоқ қойды. Солардан ғана сұрап жатыр. Демес үшін любой жерден алайық. Қашаннан кері босанғансыз? Қай жақтан қойып жатыр мына сұрақ? Ең артында отырып ап, е? О, десе, хиджаб киіп ап, сондай сұрақтар қойып тұр. Қашаннан бері мұсылмансың? Жауап беру керек, е? Құтылып кетемін деп ойлағым ғой десе, е? Әлмисақтан бері. Так. Сұраққа жауап бердің ба? Әлхамдулилля. Шүкір Алла осы күнге. Так, мына жақтан. Я? Ой, сақ патшайымы сол. Именно сол 6-шы класс оқыдым деген сол жаққа кетіп қалдым ба? Гуглдан қараған жоқсың ба? Так, Дарья, Кир, қайсысы? Кирді өлтірген сақ патша, сақ қалай? Не деп айтты? Сон прям голосовой бар сенде, я? Не деп айтқаны керек ба? Қазақша айтқан жоқ қой, яғни. Мана, сана деді. Мана, сана, Кир. Так. Өлсең өл деді ғой. Басқа не дейді ол? Өлтіріп атқан адамға. Өлме. Ал шын мәнісіне келсек, не деген? Дәл сөйтіп айтқан беген. Іздегенің қан еді, іш. Тойып алып деді. Сенбеймін мен мысал үшін мынаған. Кітапта сөйтіп жазылған ғой ол. Кітапты кім жазып алды дейсің? 1040 адам өзгерткен. Мына жерден. Нашлись да такие. Әлихан Бөкейханов. Ол оңай ғой енді. Енді мен қоям сендерге сұрақ қазір. Дайындалыңдар. Журналдың басынан бастайын. Так, кім жауап бере аламын деп ойлайды, қолын көтерсін. Любой тақырыпта. 1-2 адам. Так. Брат, сен есімің? Марат, е? Сұрақ, спонж деген не? Вот один тупой. Так. Саған. Сұрақ. Хаммер деген қандай машина? Вот 2 тупой. Раунд. Прикольно?
ойбай, сен до конца кеттің ба? Өлтірейін дедің ба бүгін? Бір МРП жылдан жылға көбейіп жатыр, оны білмейміз МРП-ның қанша екенін. Штрафтан барып білеміз ғой, ужас, тоқтатса болды бір жерге. 5 мың ет баяғыда. Болды. Бір айтып кетіп қалуың керек еді ғой сен. Артынан не бір деп. Жылдамдықтың формуласын білмесең, МРП аласың дейсің ба? Сен бұны шығарсай кітап қып. Не істеймін жылдамдықты? Машинам жоқ қой. Машинам болғаннан кейін барып үйренемін. Бұдан шығатын түйін. Егер мені TikTok-тан бір жерден бір сұраққа жауап бере алмай қалғанымды көрсеңдер, аңсаған тупой деп емес, байқамай сұрақ қойыпсыңдар ғой сендер айдаладан кеп деп мен ақтап алам деуге уәде беріңдер. Болды. 100 комментарий аңсаған тупой емес дейтін. Все, менде осы рахмет, аман сау болыңдар. Тарихты біліп жүріңдер.